Өмір қиын болмақ. Ешкім уәде берген жоқ ол оңай болады деп. Және ол оңай болмауы тиіс. Өмір әділетті емес. Кейде барлығын сен өзің жалғыз жасауға міндеттісің. Сен не істемексің, қалай өмір сүресің, қалай алдыға ұмтыласың. Саған орныңнан тұру қажет. Саған орныңнан тұру керек. Сен таңдаған жол оңай болмауы тиіс. Кейбір адамдар бәрі оңай болғанын қалайды. Бірақ менің саған айтарым, сен қиын жолды таңдауға міндеттісің. Бізге берілген өмірмен не істейміз? Қалай қиындықтардан шығамыз? Берілеміз бе? Немесе қайта аяққа тұрып күресеміз бе? Бұл сұрақтарды біз күнде өзімізден сұрау керекпіз. Қиын кезеңдер мықты адамдарды тудырады. Егер сенің жағдайың қиындаса, онда сен мықты бола түс. Қандай жағдай болмасын, сен аяғыңда нық тұру керексің. Тіпті қиындықтың бораны соқса да, тіпті жалғыз болсаң да. Ұлылық еңбекті талап етеді. Ерен еңбек арқылы ғана жетістікке жетуге болады. Қиын болып жатса, берілме. Мүмкін емес болып көрінсе де берілме. Тай салмай еңбек ет. Жалғыз тұрсың ба, онда абыроймен тұр. Нақты алға қойылған шешіммен тұр. Себебі сен сияқты ешкім жоқ. Сені ештеңе тоқтата алмайды. Сен жасайтын істі де ешкім жасай алмайды. Ешкім сен сияқты қайсарлық таныта алмайды. Сен алдыға ұмтылуды жалғастыр. Өз арманыңа, мақсаттарыңа берік бол. Жол ешқашан оңай болмаған. Берілме және мақсатыңа жет. Уақыт өте сен бұл қиындықтарға, бұл сәтсіздіктерге күле қарайсың. Себебі сен сол сәтте түсінесің, тек осы қиындықтар ғана сені сол деңгейге жеткізгенін. Бірақ сен қазір берілсең, ешқашан ол деңгейге жете алмайсың. Ал берілмей жалғастырсаң, мейлі соңғы сәтсіздікпен аяқталсын, мейлі сенің қолыңнан еш нәрсе келмесін, сен тырысып көрдің. Сенде ешқандай өкініш болмайды. Сондықтан қазір барлығын жалғастыр. Қазір арманыңа ұмтыл. Өмір бізге бір-ақ рет беріледі. Және оның қашан, қай жерде, қалай аяқталатынын ешкім білмейді. Және айналаңдағы адамдардың сөзіне, ешкімнің сөзіне мән берме. Себебі арманға жетуге бізде бір-ақ мүмкіндік бар. Өзіңе сен және алдыға ұмтыл.